Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Абай облысында жантүршігерлік жол апатынан 2 адам көз жұмды. Апат салдарынан 2 адам қаза тапты. Абай облысында жол апаты салдарынан 2 адам көз жұмды деп хабарлайды полиция.kz. Абай облысының Көкпекті ауданында 2 көліктің қатысуымен қайғылы жол апаты болды. Апат салдарынан 2 адам қаза тапты. 102 арнасында белгісіз ер адамнан республикалық маңызы бар Омск-Мақапшағай тас жолында жол көлік оқиғасы болып, зардап шеккендер бар екені туралы хабарлама келіп түскен. Алдын ала мәлімет бойынша Mazda 626 автокөлігін басқарған 51 жастағы облыс орталығының тұрғыны басып озу маневрін орындау кезінде қарсы жолаққа шығып кеткен. Қарсы бағытта келе жатқан Mercedes Sprinter көлігі соқтығысты айналып өте алмады. Жол апаты салдарынан жүргізушісі алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Түрлі дене жарақаттарымен тағы бір көліктің жолаушылары ауруханаға жатқызылды. Mazda 626 автокөлігіндегі 20 жастағы жолаушы ауруханада есін жимей көз жұмған. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабының 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Оның қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк деймесін, басып кетулеріңізді сұраймыз.